Қайырлы күн достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі жеткен Рамазан айымыз құтты болсын, баршаңызға қабыл болсын. Бүгінгі ауызашарға өте керемет тағам дайындап көріңіздер. Мен картоп пен балықты духовкада пісірдім. Ол үшін картопымызды, сәбізімізді видеодағыдай турап шығамыз. Үстіне жуамызды және сарымсағымызды турап, үстіне салып, сұйық майымызды құйып, дәміне қарай тұз, бұрышымызды және паприкамызды саламыз. Осылай маринад жасап аламыз. Жақсылап тұрып араластырамыз. Және де балығымызды жіңішке етіп видеодағыдай турап шығамыз. Балығымызды бөлек ыдыста маринад жасаймыз. Үстіне сұйық май, дәміне қарай тұз, бұрыш, паприкамызды саламыз. Духовкамызды 180 градуста қыздырып қоямыз. Жақсылап араластырып, протеинімізге фольга төсеп, үстіне жаңағы маринадталған картопымызды салып шығамыз. Оның үстіне балығымызды салып шығамыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Және бетіне фольгамызды төсеп, пешімізге 30-40 минут пісіріп аламыз. Балық режиміне қоюды ұмытпаңыздар. Өте дәмді болып шығады. Ас болсын, жасап көріңіздер.